Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, қарапайым ғана заттардан жасалатын, жасалу жолы өте оңай гата печеньесінің рецептімен бөлісемін. Печеньелер өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен мұздатқыштан шыққан сары майды ұнға ауната отырып, үгіткіштің ең ірі көзінен өткізіп аламыз. Сары майымыз міндетті түрде қатты болып тұруы тиіс. Үгіткіштен өткізіп болған соң осылай қолмен бір араластырып шығамыз. Содан соң 150 грамм айранға жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасын қосып бір араластырып аламын. Сосын қант пен жұмыртқаны қосып қайта бір араластырып шығамыз. Араластырып болған соң ұнымыздың ортасын ашып, осы жұмыртқалы массамызды құйып, қамырымызды илейміз. Алдымен кішкене қасықпен араластырамын, содан соң қолмен илеп шығамын. Печеньенің қамырын ұзағынан созып илеудің қажеттілігі жоқ, қамырымыз біріксе болды. Қамырымызды илеп болдық, бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырымызды бешочекке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрғанша салмасын дайындаймыз. Ұнымызға қантымызды қосамыз, оған сары майды саламыз да қолмен осылай араластырып шығамыз. Шанышқымен араластырсаңыздар да болады, бірақ қолмен араластырған ыңғайлырақ және де уақыт үнемдеуге болады. Араластырып болған соң печеньелеріміздің екінші салмасын дайындаймыз, яғни екі түрлі салмамен жасаймын. Ірімшікке қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң тоңазытқыштан қамырымызды шығарып екіге бөліп аламыз. Қамырымызға осындай төртбұрышты форма береміз. Яғни қамырымызды төртбұрыштетіп жаятын болғандықтан осындай төртбұрышты формасын қалыптастырамыз және де қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Қамырды төртбұрыштап жаю міндетті емес, қалауыңыз бойынша өз ыңғайыңызға қарай домалақ етіп жайсаңыз да болады. Тек ескеретіні, қамырдың ортасына салмасын салып орағаннан кейін печеньелерді бөлу барысында домалақ иленген қамырдан көп артық бөліктер шығуы мүмкін. Қамырымызды жайып болғаннан кейін бірінші салмасы, яғни ұн мен майдан жасалған штрейзелімізді сеуіп, осылай рулетик етіп ораймыз. Орап болған соң қамырымызды осылай қиғашынан кесіп, печеньелерімізді қалыптастырамыз. Печеньелерді мен арнайы осындай фриге арналған пышақпен кесіп шықтым, бірақ сіз қарапайым пышақпен кессеңіз де болады. Және де кесу барысында печеньелер бірдей шығу үшін осылай саусақпен өлшеп кесемін. Печеньелерімізді кесіп болған соң противеньге пергамент қағазын төсеп, осылай қойып шығамыз. Және де екінші қамырымызды жаямыз. Екінші қамырымыздың ортасына, яғни салмасына ірімшікті саламыз, және де ірімшік бізде шашырып кетуі мүмкін, сол себепті астына осылай жұмыртқаны жағып шығамыз. Және де қалған жұмыртқамен печеньелердің бетін жағып шығамыз, сол себепті бөлек алып қоямыз. Содан соң ірімшігімізді қамырымыздың көлемімен осылай жайғастырып шығамыз. Салып болған соң қайта ораймыз. Салмасына қалауыңыз бойынша жаңғақ салсаңыз болады, немесе бірінші печеньедағыдай бірыңғай штрейзельмен жасасаңыз да болады. Орап болған соң кішкене қалың болып кеткен шеттерін қолмен созып, осылай біркелкетіп жіберсеңіздер болады. Әрі қарай печеньелерімізді кесіп, противеньге бірінші печеньелердің қасына жайғастырып шығамыз. Бетіне қалған жұмыртқамызды жағып шығамыз. Жағып болған соң 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Печеньелердің піскендігін тіс тазалағышты тығып көру арқылы тексеріп көреміз. Егер де құрғақ болып шықса, толығымен піскені. Осымен печеньелеріміз дайын, қатпарлы, үгілмелі болып шығады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар, барынша жауап беруге тырысамын. Сіздермен бірге болған Лаура.